Махаббат машақаты. Шелінскен хикая. Достық қымбат па? Әлде махаббат па? Сенің логикаңды мен вообще түсініп тұрған жоқпын. Эфир сыртында жылаған досхан. Оған себеп студиядан шығып кеткен ботаның шешімімен. Сәлден кейін бір болай. Қайырлы күн, құрметті көрермен деп мен бір амандасып қояйын, кешірім өтінемін. Тікелей эфир болғаннан кейін кейде үлгере алмай қалатынымыз бар. Студия ортасында Сәния отыр және жаңа үміткермен танысып отыр екен. Үміткердің есімі Нұрқожа, және келін, ене, құл тақырыбы жүріп жатқан сияқты ма? Сол туралы айтсам бола ма? Негізі мен кішкене Елданаға қосылатын едім. Неге екенін білмеймін. Шақкен мырза, Камила ханым, бізде қыздарда көпсіне андай ой бар, бір үйленсең, қазіргі еркіндік күшті сүріп жүрген өміріңнен андай тыйылып қалатын сияқты, бір кішкене бір жерге қамалып қалатын сияқты миымызда сондай нәрсе бар. Біз оны біз өзіміз қаламасақ та. Жоқ, ондай емес. Үйленгің келеді, бәрібір андай бір жылулық керек болады, қасында поддержка беретін адамды қалап тұрасың, бірақ үйленсең кішкене бәрі бітіп қалатын сияқты. Дұрыс емес. Қорқыныш бар. Негізі сондықтан мен үміткеріме сұрақ қойсам бола ма? Елдананың айтқаны бойынша. Нұрқожа, сізге сұрақ қояйыншы. Бай ғой, егер мен осы жобаға енді үйленіш үшін келіп отырмын ғой, екеумізде бәрі жақсы болып кетіп, жақын арада үйленіп кетіп жатсақ, мен де саудада айналысып көрген адам, болашақта да жүргім келеді, сол сауда жолында бизнес басағым келеді. Мен бизнес басамай тұрып үйленіп кеткен жағдайда бірден өзімнің бизнесім болған қалайтын едім. Соған менің жарым көмектесу керек. Жоқ, айтайын енді жеке өзімнің қызығушылығым бойынша бизнес басауым керек. Мен қалаймын, күйеуімнің маған ашып бермесе де екеуміз бірге қосылып, жақсы бизнес бастап беруге әйеліңізге. Негізінде керемет қой, сауда деген любой. Демек, сіздің ойыңызшан да үйленді, әйел келін болып отыру керек деген жоқ. Үйленгеннен кейін де қыз өзінің өмірін жалғастыра беруге болады, қалай жалғастыруға? Өзінің қызығушылығымен, өзін дамытып деген сияқты, бизнесін дамытып деген сияқты, әйел өзінің жұмысын да жасай беруге болады, Сіз неге қызығасыз мысалы? Айттым ғой жаңа ғана, мен негізі өнерге де қатты жақсы көрем, и сауданы да алып жүргім келеді, бизнес. Жоқ, сен, Сәния, бітсей, сразу маған квартира, бір бизнес үйленбей жатып, ашып бер бәрін дейді. Мен айтып атқан жоқпын, күйеуім бәрін. Неге сразу так деген сияқты? Олай емес қой. Негізі айтып отырған, сен кішкене басқаша қойсашы сұрағыңды. Сен бизнес деп құл кеттің ғой кәдімгідей. Сен бизнес деген ойыңда жоқ еді ғой, 180 градусқа бағытыңды өзгертіп. Нұрқожа, қыз актриса. Болашақта сахнада өзінің өнер жолын жалғастырып көрсеткісі келеді. Ертең бір күшті кинотуындының басты рөлдегі актрисасы болғысы келеді. Романтикалық телехикаяның. Ол жерде оның не жігіті, не күйеуі болу керек. Енді жігіті күйеуі болғанын дәлел ретінде ол жерде мынандай бір сахналар болу керек. Қалай? Аса қатты жақындасқан деп айтайыншы. Сол сахналарға екеуміз барып, сен маған батаңды беріп, айналайын, давай дұрыстап, үйде репетиция жасағандай, дұрыстап көрсет дейсің. Содан кейін ол оны камерада көрсетеді. Негізінде мен өте өзімде негізінде қызғамын, сонда актерствоға шығып, бірақ просто бір-бірін сүйісіп, ондай бір нәрсе болатын болса, мысалға, конечно, ұнамайды маған, бір-бірін ұстап, құшақтап деген. Қызғанамын ғой. Ондай кезде кім, бауырым? Нұрқожа. Ондай кезде сен де актер болу керексің да. Өйткені актер актрисаны түсінеді, актриса актер түсінеді деген сияқты. Ал сен актер болмасаң, сен мамандығың басқа болса, болашақ емес, жалпы әйелің актриса болса, қиын болады. Өйткені ол жерде неше түрлі сценалар болады. Шын айтамын, неше түрлі құшақтасады, сүйіседі, ашық киіну керек болады, әртүрлі сценалар болады. Ол үшін Еланаға актриса болмау керек қой. Мен жігітпін ғой мысалға, мен әйелімді біреумен құшақтас сүйісіп отса бір түрлі болады кішкене. Ол үшін әйелің актриса болмау керек, бауырым. Онда бәрі қыздар актриса болмаса не қараймыз онда? Бәріміз кино қараймыз ғой үйде жатып.
Бұл жерде Шах мырза ол кәдімгідей бір ол жерде кәдімгідей профессиональный кинода ол жерде специальная техника бар. Енді нап-нормальный кинолар шығып жатыр ғой, нап-нормальный, бірақ күйеуі, отбасы қарсы емес, өз жолын дамытып жатқан актрисалар бізде жетіп жатыр Қазақстанда. Жоқ, қызғанамын деп тұр бұл жерде. Онда сен Саняны может быть мен ойым өзгеріп кетеді. Ой, кеш, ой. Жоқ, мен ойым может өзгеріп кетеді да. Қазір көреміз, иә. Просто ойлану керек та енді біраз танысып, кішкене бір-бірімізді түсініп, ақылдасып. Если, например, ақылдассақ, может быть уже бәрі нормально болады да, бірімізді тілімізді тапсақ. Иә, әрине ұнап жатыр десең. Мен де ақымақ емеспін ғой, жоқ, мен түсуім керекпін деп отырмаймын. Мен де жігітім кішкене қарсылық білдіріп қызғанам деп жатса, мен тұрсасың ғой. Жоқ, былай ғой, кім? Нұрғожа, егер сен қызғанатын болатса, мысалы, актриса болатса, қызғанып жатсаң, сен демек жақсы ақша тап, болды, жағдайын жаса, онда актриса болмайды деген сияқты ғой енді. Өзің қызғанасың ба, брат, мысалы? Өзің қызғанасың ба? Мен өнер адамы, сен мен туралы білмейтін шығарсың, мен өнер жолындамын негізі. Жалпы ондай нәрсеге егер менің әйелім актриса болса, менің көзқарасым жаңағы сахналар положительный болады деп айтатын едім. Сахналарда. Иә. Мен түсінікпен қарайтын едім. Тілек сатты сені. Тілек сатты сені. Лучше мен айтасам қысқаша. Лучше мен актер болайын да, чем мен әйелім актер болып жүргенше. Жоқ, Ереке сіз үшін қалыпты жағдай ма сахнада? Я деді ғой, я деді, я. Жоқ, өйткені мен өзім өнер жолындамын, Тілек, білесің ғой сен. Жоқ, білем, өнер жолында. Ереке, сен опытың менен қарағанда көп қой, көп жасағасың. Және де білмеймін, мен үшін ол ерсі да. Мен қаламайтын едім, әйелімнің өнер адам болған қаламаймын мен, әлі күнге дейін айтам. Мысалы, Саня қаншама жыл оқыды, қаншама тер төкті, еңбектенді. Сен сонда сендер үшін тастап кету керек па? Жоқ, бұл жерде жігіт айтып тұр ғой, басқа жағынан болса да мен көмектесе аламын деп айтып. Жоқ, негізі бұл жерде тек қана ондай сахналардан бөлекте бір нормальный сахналар болады ғой, негізі сол сахналарға түссе нормальный, бірақ бұл жерде Ерлан аға сіз түсіне алмадым да, негізі, бірақ та сіз өнер жолында дейсіз, бірақ сіз кино жағында емес, сіз ән жағынан жүрсіз да, ал сіз есе кино жағында болатын болсаңыз, сіз түсінемін деп айтуға орынды болатын еді, ал қазір просто сіз жарыңыз актриса болатын болса, сіз басқаша айтатын бетіңіз деген ой. Онда сұрақты былай қойып берейік, Шошан айтып жатыр ғой, Ерлан братан да. Маған онда ақша тауып бер, онда үйде отырады дейтім. Саня саған тікелей сұрақ, сен өнер жолын киноға түсуді бір жан рахатын деп сезінесің бе, әлде ол бір материалдық жетіспеушіліктерден кейін түскің келе ме? Мен жан рахатым. Ертең мысалы Нұрғожа күйеуің болып айтса, Саня, үй ма? Мә. Мәшіне ме? Мә. Ақша ма? Мә. Шетелге саяхат па? Мә. Түспеш сол киноға десе. Андай ғой, мен қатты ақшаға қарамаймын, андай өзім іштей не істеймін кеп тұр, не қалып тұрмын, соны істеп кететін адам. Ақшаға байланбаймын, сондықтан бәрібір толығымен қамтамасыз етемін. Қойш сол киноңды, театрыңды десе. Иә. Мә саған астыңа аппақ келік, двухэтажный коттедж, қалтаңа күніге $1000 расходқа десе, актрисаны қоясың десе, қоясың ба? Ақшан емес, өзімнің жан рахатымды таңдаймын деп тұрмын. Қарамай түсіп бере аласың ба? Сен просто ол нәрсені түсінбейсіңші. Мен түсінбейсің, сұрағым солай да, қара жан рахатым деп айтып жатсың да, бірақ материалға қарамаймын деп. Жан рахатың болған күннің өзінде де материалдық жағдайға қарайды адам, қарамайды емес. Мына жерде өтірік, андай не болмай ақ қойшы. Саған сұрағым жаңа айтып жатырмын, аз суммада, бірақ күрделі сценаға түсесің ба? 20 мың тиынға мысалға. Жоқ, өзіңнің белгілі бір гонорарың болады ғой. Нәрсеге аз суммада түсе салмайсың. Жарайды, жеке карьерасын талқылап кеттік қой. Не, енді Нұрғожаға кішкене бар. Жалпы өзім айтатын болсам, енді оны тек қана бір-бірімізбен ақылдасып қана түсіне аламыз. Дальше ештеңе айта алмаймын. Мен негізі Нұрғожаны түсініп отырмын, әлі қызды танымаймын, әлі шымылдық жабық, әлі бір-біріміздің жалпы сәйкестігімізді тексеріп көрген жоқпыз. Мен қалай қазір болашаққа жүгіріп шорт кесіп айта аламын, не иә, не жоқ деп. Бәлкім Саняның ұнайтыны соншалықты бәріне көніп кететін шығармын. Бәлкім мен Саняға ұнап, менің айтқан барлық талаптарыма көніп кетеді деп. Махаббат пен карьераның арасында не таңдайсың? Әрине махаббат. Махаббат. Яғни сен Қазақстан кинематографы мен театрының тарихында болмаған ерекше бір құбылысқа айналасың. Немесе өте бақытты,
жеті баланың анасы, күйеуі өте қатты жақсы көреді, балалар аман есен сау күшті бір ана боласың. Қайсысын таңдайсың? Бақытты ана. Бақытты ана. Демек, карьерадан махаббат үшін бас тартуға дайын екен. Шымылдықты ашқаннан кейін бұл дайындығын тексерейік. Асықпаңыз, алыстамаңыз, жарнама.